Сәбіздің денсаулыққа пайдасы. Сәбіз әсіресе А дәрумενін толықтыру үшін маңызды болып табылады. Сондай-ақ құрамында С дәрумені, К дәрумені және Е дәрумені бар. Көз денсаулығы. Сәбіздің ең белгілі пайдасы көз денсаулығына қосқан үлесі. Жасқа байланысты пайда болған макулярлы дегенерацияның алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл торлы қабық пен линзаны қорғау арқылы көздің денсаулығын жақсартады. Түнгі соқырлық және көру қабілетінің жоғалуы сияқты қауіптерге қарсы қолдау береді. А дәрумені тапшылығы балалардағы соқырлықтың негізгі себептерінің бірі болып табылады. Сәбізде шаштың денсаулығын жақсартатын А, С дәрумендері, калий және антиоксиданттар бар. Сәбізді тұтыну шашты әдемілеуде тиімді. А дәрумені иммундық жүйені нығайтуда маңызды, өйткені А дәрумені иммунитетті арттыратын лейкоциттердің сашушаларын қозғайды. С дәрумені иммундық жүйені нығайтады және емдеуді тездетеді. Сәбіздің теріге пайдасы оның бета-каротин қасиеттеріне байланысты. Бета-каротин теріні күн сәулесінен қорғайды, безеу, экзема және бөртпе секілді тері ауруларын емдеуде көмекші бір рөл атқарады. Құрамындағы каротиннің арқасында терідегі жаралар мен дақ емдеуге көмектеседі. Сәбізде кездесетін кейбір заттар мидың денсаулығын сақтау үшін маңызды. Сәбіз есте сақтау қабілетін сақтайды. Жүрек тамыр аурулары және гипертонияға қарсы қорғаушы бір рөл атқаратын сәбіз холестеринді төмендетуде де тиімді болып табылады. Сәбіздегі калий ағзадағы артық натрийден арылуға көмектеседі. Сәбіз талшықты құрылымы мен ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды. Ішек қатерлісігінен қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы кезде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуде өте тиімді. Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен сәбіз қант диабетіне де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан да қауіпті. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды, сондай-ақ қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сонымен қатар талшыққа бай диета қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Калориясы төмен, талшықтары мен су мөлшері жоғары сәбіз сияқты көкөністер қанықтыру сезімін беруде өте табысты. Сәбіздің құрылымы талшығы мен суының арқасында тез тойдым деп ойлайсыз. Антиоксидантқа бай сәбіз еркін радикалдармен күресуде тиімді болып саналады. Жүктілік кезіндегі сәбіздің пайдасы назар аударады, өйткені сәбізде күшті бета-каротин мен витаминдер бар. Кальций тұрғысынан да жүкті әйелдер үшін сәбізді тұтыну маңызды. Сәбіз ананың да, баланың да иммунитеті үшін қажетті тағам болып табылады.